Менің сүйікті тыңдармандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қолдау білдіре кетіңіздер. Достарыммен бір жол апатына ұшырадық. Әйтеуір адамдын аман. Қалалық 12-ші бөлімшеде бәрімізден түсініктеме алып жатты. Кезек маған келді. 3 қатар жұмыс орындары, бірақ бар жоғы 3 адам отыр. 2 ер кісі және шетте бір қыз. Ол мені атап, Марат Танатұлы деп дауыстады. Басымды изеп оған қарай жылжыдым. Орындыққа жайғасып, іс кесушіге назар салдым. Мемлекеттік көк форма, шашын буып алған, қоңыр көз тік мұрын. Бір кезде көздерім оның шиедей қызыл еріндеріне түсті. Бақ шіркін, мұнша әдемі болар ма? Көп көтеріп піскен қалың күзгі жеміс секілді. Марат мырза, сіз 25-9 айдың 2018 жылы ақ түсті Toyota Camry 30 көлігімен жарнама баннерін қағып бұзғаныңызды мойындайсыз ғой, деді іс кесуші қыз. Мен қолдарымды тіземе қойып, сәл кідіргеннен кейін бейджигіне қарап, «Иә, тап солай, Жансая Жанболатқызы» деп жауап бердім. Ол тез-тез көзінің қиығын маған бір тастады да қайтып мониторға қарады. Сонымен, Марат мырза, сізге мемлекетіміздің жол жүру қағидаларына байланысты айыппұл салынады. Сізден алдыңыздағы камераға қарауыңызды өтінемін. Мен оның айтқанының бәрін орындап, сағат түнгі 1:25 кеткенде бөлімшеден шығып үйге тарттым. Жол бойы үйде керуетімде жатып та, іс кезуші қыздың бейнесі, әсіресе шиедей қып-қызыл еріндері ойымнан еш кетпей қойды. Мұнша сұлу қыздың күйеуі я сүйіктісі болар деп өзіме басу айттым. Алайда, ол ойымнан таңқылан бірнеше айырыла алмай әлек болдым. Бүгін жұмыс күні болған соң ұйықтауға уақыт қалмады. Ас үйге өтіп, бір шынаяқ кофе әзірлеп іштім. Кешкісін сол бөлімшеге тағы бардым. Ішке кіріп шықтым, ол әлі келмепті. Мүмкін түнгі ауысымға енді келіп қалар деп бөлімше алдындағы орындықта күтіп отырдым. Бір кезде қара домалақ нүктелері бар әдемі ақ көйлек киген Жансаяның бейнесі көрінді. Орнымнан атып тұрдым. Ол әлі алыс еді. Сасып қайтадан отыра кеттім. Қызық, маған өзі не болған деп ойладым ішімнен. Жансая мені көріп тоқтады. Көзімді сұқтана оның қызыл еріндеріне емірене қарап тұрған көздерімді бірнеше рет тайдырып бақтым. Ол маған тіке қарап, «Иә, Марат мырза, сізге не көмегім қажет?» деді сәл қатулы дауыспен. Сол екен, есімді жиып алып, «Жансая ханым, кешіріңіз, мен сізге келдім. Егер сіз осы жексенбіде бос болсаңыз, бір жерде кездесек» деп әрен дегенде айттым. Ол басын аз ғана төмен түсіріп ойланып қалды. Ауада бір ыңғайсыздық пердесі ілініп тұрғандай, дегбірім қашып, шалбарымның шетін умаждай бердім. Уф, бір кезде ол, «Жарайды, қарсы емеспін» деп тіл қатты. Қара сөмкесін ақтарып визитка алып шығып маған ұсынды. Мен қайта-қайта алғыс айтып, ол бөлімшеге кіргенше орнымнан тапжылмастан тұрып қалдым. Жансаяны бір ерекше жерге шақырғым кеп көп ойландым. Ақыры қайық ресторанға бұрын жасадым. Демалыс күні кешкісін кеменің алдында ары-бері жүріп Жансаяны тағатыстана күттім. Ақ түсті такси келді. Шаштары толқынша жайылған, домбыра мүсін айқындап тұрған, қып-қызыл көйлекпен қара биік өкше туфли киген іс кесуші қыз түсті. Қол алысып бортқа көтерілдік. Ауа райы тамаша, су тұнық. Капитан кемені қозғап теңіздің біраз жеріне апарып тоқтады. Қызылды жасылды қала жарықтары жарқырайды. Айналада ешкім жоқ. Ақ көйлек көк пиджак киген официант келіп, бір шыны шампан, 2 бокал қойып, негізгі асқа дейін билеп, көңіл көтеруімізді ұсынды. 2 бокалдан соң Бағжан Октябрьдің орындауындағы крейсер сонатасына биледік. Оның жұмсақ беліне қолым тигенде кішкене селк ете қалдым. Жансая менен 5 жас үлкен болып шықты. Алғаш естігенде сеніңкіремедім.
Кейін андап қарасам, расымен де жүзінде есейген, ақыл тоқтатқан қыздың нышаны бар екен. Кездесуден кейін Жансая мені үйіне шақырды. Қараңғы коридордан өтіп оның бөлмесіне келдік. Кереуетке отырдым. Ол маған бұрылмастан көйлегін еденге сырғытып жіберді. Көзімді төмен салып абдырап қалдым. Аздан соң жаныма жақындаған Жансаяның толықсыған ақ омырауы терезеден сығалап түсіп тұрған әлсіз жарықта көзімнің алдына паш ете қалды. Ол мені итеріп үстіме шығып келеді. Осы кезде қолымды иығына қойып оны өзімнен алыстаттым. Орнымнан тұрып бөлме ішін ана басына бір, мына басына бір бірнеше мәрте жүріп өттім. Сонда саған керегі менің тәнім емес пе? Жансая, білесің бе, мен... Даусым қарылып, аз кідіріктеп қалдым. Сосын, Жансая, мен сені шын ұнаттым. Мен сенің бір түндік естелігің болғым келмейді. Бәлки сенің жаныма сая болып, өмірлік жан жарым болғаныңды қалаймын деп сезімімді айтып салдым. Ол екі алақанымен бетін жауып еңіреп жіберді. Мен оның жалаңаш денесін жамылғымен жауып солына отырдым. Біраздан соң ол әлі де еңіреп, даусы қалтырай шығып, жүрегіне өшпес із қалдырған сырын ашты. Марат, менің әкем мектеп жасымда дүние салды. Анам оның қазасын көтере алмай, алдымен ішкілікке, сонан соң жезік-жөлікке салынды. Мен 15 жасымда күнде үйге кіре берістен жаңа аяқ киім көретінмін. Анамның көңілдестері көп болатын, әрі олар көп тұрақтамайтын. Алайда бір кезде кіреберістегі аяқ киім өзгермейтін болды. Жасы 40-тар шамасындағы мұртты еркек түнде адамның қойнын жылытып, күндіз өз үйіндегідей созылып жататын болып алды. Ол бірақ үнсіз қалды. Кейін соңғы күшін алақанына жиған кейіппен жалғастырды. Бір күні мен ол еркектің маған басқаша көзбен қарай бастағанын байқадым. Тіпті кейде бөлмеме кіріп кереуетіме отырып алатынды шығарды. Бір күні түнде қолымды қатты қысып арқама байлап жатқанда ояндым. Мойнымды жеткенше артыма бұрдым. Мұртты іш киімшең ғана төніп тұр. Жүрегім қатты соғып кетті. Енді айтқайлап жатқанымда ол жаңадай қара қолымен аузыма матаны нығыздап жіберді. Ол суық қолдарымен іш киімді сыпырып алды. Жансаяның даусы денесі қалтырай бастады. Ол маған үйінгенде көзімнен ащы моншақтар төгіле бастады. Жан дүнием астан кестен болды. Бірақ білесің бе, ең жиіркеніштісі, ол мені мұншама қорлап жатқанда менің тәнім ләззат алып жатты. Жансая терең күрсініп үнсіз қалды. Марат, мен үнемі осыдан зардап шегіп келемін. 31 жасыма келсемді әлі тұрмыс құрып, бала махаббатын сезбедім. Түн баласына ту қыземді құшақтап жылаған күндер қаншама. Марат, көп еркектің менен қалайтыны осы бір сәттік ләззат қана. 5 минуттық рахатын қандырып болған соң мені қарамай басқан майлық секілді тастап кететін. Оған тіпті етімде үйреніп қалған. Сондықтан көп сөзге келместен өзім жығыла кететімін деп, ары қарай оның иықтары солқылдап сөйлеуге шамасы келмеді. Мен оны кеудеме қысып, қою қарашасынан сипадым. Арада жарты жыл өтті. Жансая менің ата-анаммен танысты. Отау құрдық. Бақытты күндер өтіп жатты. Мен дәл сол кездегідей өмірімде бақытты болып көрмеппін. Кейін ол бала көтерді. Айы күні жетіп ауруханаға жатты. Сағат 23:44. Қоңырау шырылынан оянып кеттім. Алло, тыңдап тұрмын. Тұтқаның арғы жағынан аптыға сөйлеген медбике: Марат Танатұлы, шұғыл түрде ауруханаға жетіңіз. Әйеліңіздің ішіне қан кетіп, дәрігерлер дереу ота бастап кетті деді. Мен асығыс-үсігіс киініп көлігіме отырдым. Ауруханаға келгенімде іші тым-тырыс. Тек ұзын коридордың түбінде ота бөлімі деп жасыл тақтайша жанып тұр. Сонда барғанымда медбике отаның басталғанына 40 минут болғанын, енді аяқталып қалуы керегін айтып, уайымдамауымды өтінді. Осындайда әр секунд минуттай, сағат ғұмырдай жылжымай кетеді.
Жүрегім бір сұмдықты сезгендей кеудемнен секіріп шығардай соғып жатты. Біресе ана орындыққа, біресе мына орындыққа ауысып отырып, әбден мазам кетті. Кенет есік ашылды. Ақ қалат киген елулер шамасындағы ер кісі шықты. Марат мырза. Ол терең күрсініп алып, бекем болыңыз, жұбайыңыздан айырылып қалдық деді. Содан кейін мен не болып, не қойғанына мән бермей, орындықта құм болып егіліп отырдым. Арада 7 жыл уақыт өтті. Портфелімді таярлап, пиджагымды иығыма іліп кіре берісте тұрып, Жансая, бол енді кешігеміз деп айқайладым. Мектеп формасын киген 7 жасар қызым бөлмесінен жүгіріп шықты. Я, жаныма сая болған сол із кешуші қыздан қалған тұяқ қызымның атын оның есіміне салып тұрсыншы. Ең болмаса ол менің санамда тірі болсыншы деп Жансая деп қойдым. О тоба, Құдайдың құдіреті-ай, Жансая менен аумай қалған. Аузымдан түскендей дерсіз, тек қана еріндері, шиедей қызыл еріндері шешесінен аумай қалыпты.